Сәлем достар. Біз кешкі серуенге шықтық. Бүгін Бегім командировкадан келіп қуанып жатырмыз. Далаға шықтық. Дала шамалы салқындау екен. Асланчикті шортик футболкамен шығара салғанбыз ғой. Бірақ мына колясканың астында муффиновый плед бар екен. Мен жаңа магазинге кіріп шыққанмын. Мороженое алып деп. Сөйтсем папасы уже пледмен Асланчикті орап қойыпты, тоңып қалар деп. Біраздан бері Бегімменді командировкаға кеткен екен. Осылай коляскамен прогулкаға шыққан жоқ болатынбыз. Біраз болды. Бүгін сол далаға шығайықшы деп. Паша, жел болмаса далаға күшті. Стаканчик мороженымызды алып алдық. Сол. Жақ қарай жүреміз, а? Прямо жүреміз, а? Осы стаканчик мороженое ұнайды маған ше. Саған ше? Бегім? Я маған да. Күшті бір жағынан дәмі де күшті, сливочный ше. И жаңағы баяғыда жейтін едік қой осы мороженойды 15 теңгеден алдық, я? Баяғыда 15 теңге тұғын, я? 15 теңге тұғын, я. Күшті маған ұнайды осы. Аслан! Аслан! Аслан да бір мороженый ұстап алды қолына. Аслан, саған ше? Стаканчик ұнай ма саған да? Аслан! Ақылық тиіп қалды бұған даланың желінен. Біз жақтағы домдардың ішінде ауласы ше, дворы күшті, осы этаж үйдің ше, талдары көп. Қарасаңыздар күшті. Еще андай дворларында, подъездерінде шымауық өсіріп қойған ғой ше. Әдемі, я? Күшті. Наталды баяғыда еккен сияқты ғой, я? Озон ғой. Күшті. И еще бұл дворда кішкентай балалар көп екен. Асланчиктің арысаңыздар. Коляскадан түсіп кетейін деп отыр, ана балалармен ойнағысы келіп отыр. Аслан, ана бөпелермен ойнайсың ба сенде? Ойнағысы келіп отыр. Бұл домның алдында еще мынандай тренажеркілер бар. Күшті. Рахат. Ненің қажеті жоқ. Жаңағы тренажерға залға барудың ше. Мына жерде беговая дорожка сияқты бар еще. Мындай бар. Күшті. Мындай ше. Ой. Мындай. Тамаққа той бар, осы спорт үшін, олайда осындайға шатты бауыры. Опа! Күшті! Вау! Асланчик! Ана батыр ау дейм, мәзі батыр ғой. Опа! Ал качеляға отырдық, ал тренажеркілерді болды. Аслан, тасташы. Мороженый қағазын тастамайды, ұстап ал енді ше. Асланчик, качеляда сенген жақсы көреді. Я, Аслан? Я, деп айтшы кім? Далаға шықсақ, обязательно качеляға сенеміз. Я, Аслан? Ана балдарға қарап отыр. Балдарға қарап, жоқ. Ақта күшік ба бірдеңе жүр өдім. Соған қарап, ше. Вниманиясын бәрі сол күшікте. Әйтсе әңгіме айтып отыратын тұғын. Дала жаны жүрек басылды, е? Бағана құм болып тұреді ғой, е, кәдімгідей. Дауыл болып тұрады жаңа. Басылып, кешке қарай күшті болып келатыр. Күшті. Түнде де өсіп тұра берсе ғой. Деп ойлап қоям. Я, Аслан? Бүгін
Aslanchik'te papası командировкадан kelip мәз болып қуанып жатыр ya. Күліп қасына барып қуанып. Күшті. Түн болып кетті дала дегенбіз. Әлі жүріп қой далада прогулка жасап. Күшті. Біраздан бері шықпағаннан кейін. Негізі коляскамен далаға шығуға болады, бірақ төменге түсіру шамалы не қиындау да коляска алуға болған соң. Қара түн болды. Біз әлі далада прогулка жасап жүрміз ғой. Даланың ауа райы күшті болып тұр, біз далада жүре бергім келеді ше. Достар, біздің каналымызға тіркеліп лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Я, Аслан. Біз енді үйге кірейік. Бірақ Асланның үйге кіргісі жоқ. Качеляны жақсы көреді. Качеляда отыра бергісі келіп тұр. Достар, бүгінгі біздің отбасылық прогулкамыз аяғына жетті. Біз үйімізге кірейін деп жатырық. Колясканы ұстамадсың ғой. Асланды папасы ұстап алды. Достар, сау болыңыздар.